10 келден аса есірткі тәркіленді. Бұл 16 қаңтардан бері құқықтық тәртіп профилактикалық іс-шарасы кезінде табылған заңсыз тауар. Шара барысында қоғамдық тәртіпті бұзғандар мен рұқсатсыз қару сақтағандар да құрықталып жатыр. Көп қылмыстың себебі кей тұрғындардың рұқсатсыз қару-жарақ сақтауы. Іс-шара аясында 211 қару тәркіленген. Ал есірткі көшедегі көліктерді тексеру кезінде де табылып жатыр. Есірткі тасымалына себеп болатын тек тәуелділік емес, оның құны. Айтып өтейік, бір адамнан тәркіленген есірткінің қара нарықтағы құны 3 миллион теңгеден асады. Осы құқықтық тәртіп іс-шара барысында 12 тұлға есірткі заттарымен айналысқан үшін ұсталып, олардан 10 келіден астам есірткі заттары тәркіленген. Сонымен қатар осы іс-шара кезінде 52 қоғамдық жерде 52 қылмыс жасалып, оның 38-інің беті ізі суымай ашылған, және де 18 қылмыс көшеде қоғамдық жерде болып, оның 14 ашылған. Сонымен қатар мына көп қылмыстың себепкері болатын суық қарулар тәркіленген 211 дана. Қазіргі таңда шешімі қабылдап, шаралары қолданылып жатыр. Профилактикалық шара барысында беті ашылмаған бұрынғы қылмыстардың да біразы әшкере болды. 40-қа жуық күдіктінің мекен-жайы анықталып, іздеуде жүрген 7 адам қолға түскен. Жедел алдын алу кезінде 19 алаяқтық, 7 ұрлық дерегі тіркелді. Ал бір адам көлік ұрлаған үшін ұсталды. Біздің бағыт бойынша анықталған 411 қылмыс дерегінің 214-і зерттеліп шешімі шықты. Іс-шараның аяқталар уақыты белгісіз. Арнайы бұйрық келмейінше құқықтық тәртіп жұмысын жалғастыра береді. Нұрбол Жауынбаев, Арман Досмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.